Достар сәлем, бұл Лаура Ньюс арнасы, мен Лаура Қуанышқызы және менің ең жақсы көретін сүйікті сарапшым, әлемдік және отандық деңгейдегі эксперт, экономист Сапарбай Жобаев ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді мен сізден өте керемет бір сұрақ сұрағым келіп отыр. Дәл қазір енді білесіз ғой, қара халықтың уайымы ақша табу, күнкөріс, бәрі бір-біріне жағдай жасауды ойлайды. Мен осы ретте сұрағым келіп тұрғаны, қазіргі таңда ең ақша бар дейтін сфера немесе қай жерден ақша табу керек қазақстандықтар, және крипто ақша тақырыбын қозғасақ, крипто ақша қаншалықты қазіргі нарықта белсенді және өзекті болып тұр? Бұл әрине кез келген қазақстанды толғандыратын сұрау. Себебі біз бүгінгі күнде Қазақстан мынау тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішінде байлық жағынан, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім жағынан бірінші орынға шықты. Бұның әрине өте оң көрсеткіш деп айтамыз. Бұл Қазақстанның экономикасының бір бүгінгі күнде жақсы дамып келе жатқан белгісі болады. Бірақ сонымен бірге бұл өте көп сұрауларды тудырады. Яғни неге кейбір адамдар байып кетеді? Мәселен, бізде Forbes-тың 50 деген тізімі бар. Солар қаяқтан байыды, қаяқтан олар миллиардер болды. Қазіргі кезде бізде бұрын бір 7-8 миллиардер бар еді, және екеуі қосылды, бір 10-11 миллиардерлеріміз бар. Біз бұған қуанатын жағдай деп айтсақ та болады. Бірақ халықтың кейбіреулерінде бұлар ақша тауып жатыр, біз неге таба алмаймыз деген әңгіме де болады. Ол үшін енді мен былай да жауап берейін. Бұны біздегі мынау билікке жақын адамдар дейді, енді жаңағы әкім, министр, депутат, солар кезінде өте бір өздерінің алдыңғы тәжірибесін, кеңес дәуірінде жинаған тәжірибелерін пайдаланып, осы үлкен дәулетке қол жеткізді. Билікке жақын болды, құдасы болды, жаңағы әйелі, баласы, қызы дегендер, солар әрине билікті алды. Бұл енді дүние жүзіндегі тәжірибе десек те болады. Әрине Америка құрама штаттарындағыдай бір жаңағы дикий запад деген болса, ол жерде бір криминал, айып қылмыстар болған ғой. Ал бізде ондай нәрсе азғантай болды, әрине бар. Бірақ негізінен мынау совет дәуіріндегі өте көп меншік осы біздің биліктердің қолында қалды. Әрине сөйтіп олар көп байып кетті. Енді қалған халық не істеу керек деген мәселе болып тұр ғой. Бүгінгі күнде Қазақстанның жаңағы мен айтқандай өте бір жақсы дәрежеде дамып жатқанынан біз әрқайсымыз бір пайда көріп, өзіміздің дәулетімізді көбейтсек болады. Ол үшін не істеу керек? Әрине, халықтың барлығы бірдей емес. Біз енді 20,5 миллион халықпыз деп айтып жатырмыз. Соның бір енді біздің ресми дерек бойынша 1,5 миллион дейді, ал мен ойлаймын, бір 2,5 миллион адам бұл осал, мұқтаж, яғни бүгінгі күнде жәрдемге мұқтаж адамдар. Олардың жағдайын үкімет ойлау керек, бюджет ойлау керек. Олар, мен жаңа айтып отырмын ғой, жұмыссыз болса, ауру болса, мүгедек болса, көп балалы болса, олардың мүмкіндігі шектеулі. Енді ал қалған енді бір жұмыс істейтін адамдар, егер 10 миллион болса, соның үшеуін қалсақ, қалған 7 миллионында мүмкіндік бар. Олар енді өзінің жаңағы білімімен, өзінің біліктілігімен, бүгінгі күндегі бизнес жасап, мынау шағын және бизнестер ашып, дүкендер ашып, я болмасам жаңағы саудамен, бір өндіріспен шұғылданса, әрине бүгін Қазақстанда мүмкіндік бар. Енді бұл енді ауыл шаруашылығында да, ауылда да мәселен жаңағы малдарын жинап жасасаң көбірек жасайсың ғой. Енді бұл белгілі дүниеде. Ал енді қазір көпшілік жағдайларда мынау мәселен біздің кейбір олигархтар осы жақында декларация берген кезінде көпшілігінің әйелдері миллиардерлер болып шығып жатыр. Соны қалай болады? Ол былай, ол да заңды. Мен енді оны заңсыз деп айтпаймын, себебі ол заңсыз болғанда ашық айтпас еді. Неге? Олар жаңағы сен айтқандай криптовалюта, акция, облигация, көп кәсіпорындардың кезінде соның жаңағы бағалы қағаздарын жинап алған, сатып алған, мүмкіндігі болған кезде алған. Енді оған қайтып алғаны ол басқа әңгіме,
бірақ сол бүгінгі күнде сол егерде акция облигациямен шұғылданған болса бір 10-20 жылда өте үлкен дүниеге еге болуы мүмкін. Бірақ біздің бүгінгі күнде банкке депозит салудың өзі өте тиімді болып тұр. 20%-дан мәселен беріп жатыр да. Бұл 20% дегенің бір 4-5 жылда 2 еселенеді деген сөз ақша. Ал мынау өркениетті мемлекеттерде 2-3% депозит. Көрдіңіздер ме? Егер де сен бүгін енді жаңа жетіспейтін адамдарды мен үкімет ойласын дедім. Қалған адамдар еш болмаса бір 50 мыңнан, 30 мыңнан, 100 мыңнан ақша жинайтын болса, Қазақстанда дәулеттірек, өзінің мүмкіндігінше кеңірек дәулет жинауға, пәтер алуға мүмкіндіктер жаратып қойылған. Мәселен, отбасы банкта ақша жинайтын болса, мемлекет жылына бір 20%-ық сыйақы береді. Осындай нәрселер өте көп. Жаңағы біз енді былай айтамыз ғой, мынау Қазақстанда бүгінгі күнде не жақсы дамып жатыр? Сауда жақсы дамып жатыр. Сауда, яғни бір жерден сол арзаныраққа алып, екінші жерде апарып сауда сататын болсаң, сенің әрекетің, әрине ол енді өте үлкен денсаулықты талап етеді. Бізде әлгі 95-ші жылдарда челноктар көбейді ғой, олар енді өте қиын жағдайда жұмыс істеді. А бүгінгі күнде жағдай сәл жақсарды. Екінші, бізде транспорттық жүйе өте дамып жатыр. Транспорттық жүйе дегеніміз не? Мәселен, егерде сен шағын және орта бизнес алып, бір көлік алып, онысын тасымалдау мәселесімен шұғылданатын болсаң, өте үлкен табыс табасың. Мен осы жас бір жігіттерді білем, солар үлкен бір дернавоз дейді ғой, соларды алып, КамАЗдарды алып жұмыс істеп жатыр. Кезінде оларды бір бай адамдар істеген болса, қазір орта қолды адамдар да соны істеуге мүмкіндік жаратып жатыр. Пәтер алу мәселесінде жаңағы мен айттым. Басқа да бизнеспен шұғылданып, өзіңнің табысыңа, әрине осы жерде өте бір ескеретін жағдай, тәуекелі бар жерлер бар. Мәселен, біз мынау шағын қаржылық ұйымдарды білеміз, микрокредит организация дейміз ғой. Солардың көпшілігі өте үлкен тәуекелге барады да, көпшілігі қиналып жатады. Ломбардтар деген сияқты бар. Халық меніңше мүмкін болған, яғни заңды бизнеспен шұғылданып та бүгінгі күнде өзінің мүмкіндігін көрсең болады. Бірақ осы жерде қаржылық сауаттылық өте маңызды. Неге? Көпшілік біздің адамдар ойлайды, былай тез пайда тапқысы келіп ойлайды да, мен енді екінші жағын өтейін деп жатырмын. Мәселен, жаңа мен қазіргі Қазақстандағы мүмкіндік болған жағдайларды айттым да, ал екінші жағы бірден байып кетеді деп ойлайтындар бар. Пирамидаларға түсіп қалады. Криптовалюта аламын деп ойлайды. Енді аңқау деп болмайды, оларды әжептәуір, кейбіреулерін мен өте білгім. Мен бір мысал айтайын, енді өкінішті, бірақ жақсы мысал емес та. Былай болған. 2012-13 жылдарда Qnet деген бір пирамида пайда болған. Студенттерге әсіресе. Сөйтіп сол студентті көп жылап жүрген кезде мені бір телевидениеға шақырды да айтты, қаржыгер ретінде осыны сарапшы болып айтыңызшы деді. Сөйтіп барсам, сол жерде бір 4-5 өзіміздің қаракөз бухгалтермен сома шұғылданар екен. Кейін жаңа отырған жерінде қарасам, бір ортасында бастық болып, меніңше сол бастығы да, олар айтты, бастығымыз деді, ақырын сұрасам, бір кавказдық азамат отыр. Ол жаңағы ақша тапқан, соны жаңа пирамида Qnetті ашқан, ал біздің өзіміздің қыздарымыз жаңағы тарқатып, жұрттан ақша жинап істеп жүр. Сонда мен жаңағы бухгалтер қыздарға, өзіміздің қазақ қыздар айттым, осы дедім, мынау студенттерді жылатып, ақша тауып алсындар, сендерге осы намыстарыңа тимей ме, ұят емес па дегенімде, былай деген, аға деген, біздің биліктегі адамдар миллиардтар ұрлап жатқан кезде, біз өздерінің берген миллионын жинасақ, бала шағамыз соған бағып отырсақ, сіз егерде неге ана миллиардтағы ұрлағандарға айтпайсыз, күшіңіз жетсе деп, бізді ұялтырып жатырсыз деп, маған сөйтіп дәкі берген. Көрдіңіз ба? Бұл яғни біздің еліміздегі кейбір келеңсіз нәрселерді, биліктегілер, балық басынан шире дейді ғой, биліктегілердің осындай келеңсіз жағдайларын біз бәріміз біліп жатырмыз ғой, ұрлық болған, қандай болғандарын, шетелге қашқандарын бәрін білеміз.
басқа да ашық айтылып жатыр. Соны орта қолды жаңағы азғантай да болса қолынан жұмыс келетіндер соны жаңағы алаяқтық жолмен пайда табуға әрекет жасайды, содан ихтият болу керек деп айтпақшымын. Енді криптовалюта дедім. Криптовалюта бұл өте бір күрделі мәселе. Неге? Себебі оның шығаратын эмиссия дейді, ақшаны біздің ұлттық банк шығарады. Сол сенің қолыңдағы қанша ақша болса, соған сен кез келген нәрсені сатып алуы мүмкін, жаңағы пәтер алуы мүмкін, тұрмыстық техника алуы мүмкін, тамақ алуы мүмкін, соған кепілдік берілген. Ал енді криптовалютаға ешкім кепілдік берген емес. Сен оны өте үлкен байып кетуің де мүмкін, бір демде кедей де болып қалуы мүмкін. Мәселен, осыдан бір 1-2 жыл алдын биткоин ең күшті, қазір бір 300-ге жақын негізгі нелер бар, криптовалюталар бар. Енді саны оның 3000-ға асып кеткен. Әркім, мәселен, жаңағы Трамп та шығарды, Меланиясы әйелде де шығарды, кез келген адам шығаруы мүмкін да. Енді ол майнинг дейіледі, кәдімгі жерден қазып алғандай. Ол енді өте үлкен ток электр энергиясын талап етеді. Соның биткоин осыдан бір 2-3 жыл алдын бір $120,000 дейін шыққан еді. Бүгінгі күнде 65,000-70,000-ға түсіп кетті. 2 есе, егер де біреу сол жерде миллиардқа ашқан болса, қазір 500 миллион ақшасын жоғалтты. Сондықтан криптовалютаның ешкім жауапкершілігі жоқ. Оның кім шығарғанында, қалай шығарғанында да ешкім білмейді. Ол ертең жалпы жоқ болып кетті. Кейбіреулер жалпы жоқ болып кетіп жатыр. Сондықтан криптовалюта, бірақ қазір мынандай деген криптовалюта шығып жатыр. Енді бұл жаңа технология ғой. Биткоин дегендер, кейін жаңағы компьютерлерде бізде күшті компьютерлер істеп жатыр. Кейбір мемлекеттер криптовалютаның мемлекеттік жолмен, яғни ұлттық банкі, мемлекеттік үкіметі сенім беретін криптовалютаны шығарып жатыр. Неге? Себебі бұл жаңа технология. Бұның жаңағы шегі жоқ та, ертең қандай да операция істейтін болса, өте тез істелінеді. Ешкім, мәселен, жаңағы банкке барып, ондан сен рұқсат сұрап, оны жаңағы басқа төлеп, басқа жүргенше, ол жаңағы криптовалютадан бірден төлеп, бір не дейді, 10 секундта мәселені шешуі мүмкін. Бұл бүгінгі күндегі майнинг мәселесі, жаңа технология. Бұдан қап кету керек емес. Әрине, кейбір мемлекеттер шектеп қойды. Мәселен, кезінде Германия шектеген еді, қазір Қытай шектеп жатыр. Ал кейбір мемлекеттер, мәселен, сол Венесуэла мен Сальвадор, сол сияқты мемлекеттер жалпы мемлекеттік криптовалюта шығарып жіберген. Енді оның жақсы жаман болатыны әрине әркімдің өзінде мәселесінде. Сондықтан мен бүгінгі күнде Қазақстанда мемлекеттік криптовалюта болса, соған сеніммен қарау керек. Ал мынау өзін білмейтін криптовалютаға қазірше әрекет жасаған маған дұрыс-ау деп ойлап тұрмын. Жөн, демек күмәнді схемалардан аулақ жүру керек. Және де менің сұрағым келіп тұрғаны, халық ақшаны қайдан табады деген сауалдан шықты ғой барлығы. Ал мына Америкаға кетіп, жастардың официант болып, енді ол жақта ақша көп қой, экономика жоғары болғаннан кейін. Солай ақша тауып жүруі, немесе Кореядағы қыз-жігіттердің ақша табу әдісі, Англияға барып құлпынай теріп байығандар туралы не айтасыз? Бұлай ақша табу дұрыс па? Енді бұл әлемдік үрдіс. Неге? Мен мысал ретінде айтайын, 93 жылы Венада халықаралық валюта қорының Вена университетінде оқыдым да. Сол кезде бір қызық жағдай болды. Бір қаланың шет жағында еді. Сол жаяу айналып жүрсем, өзіміздің бір осы түркі тілінде адамдар ұрысып жатыр екен бір-бірімен. Сөйтіп сәл тыңдап қарасам, түріктер. Бірақ түсінбедім онша, сөйтіп. Кейін жаңағы жігіттермен танысып, сұрап, ай сендер бұл жерде не қылып жүрсіңдер? Біз бұл жерде 30-40 жылдан бері жасаймыз. Сонда Австрияда, Германияда түріктер көп жұмыс істеген, 4-5 миллион адам жұмыс істеген екен кезінде. Яғни өткен ғасырдың бір 50-ші, 60-ші, 70-ші жылдарда түркиялықтар сол Германияда жұмыс істеп байыды. Бүгінгі күнде Түркия міне 20 ең дүниедегі бай мемлекеттің қатарына қосылды. Сол сияқты бізде де енді мына егемендікке шыққаннан кейін бізде жұмыс күші көп қой. Әсіресе мынау орталық Азия, оңтүстік Азия, Пакистан, Бангладеште жұмыс күші өте көп. Олар не істейді? Өздерінде жұмыс жоқ болғаннан кейін Европа мемлекеттеріне барып жұмыс істеп,
өздеріндегі мәселен жалақы бір $100-200 болса, ол жерде $1000-2000 ақша алады да, кейін өздеріне келген кезде әрине өте бай адам болып шыға келеді. Әлгі кезінде Ресейде Жамшут дегендерді көрсетіп жүрді ғой, бір анекдот сияқты. Сол жаңағы $100 алып келіп, Тәжікстанға келіп бай болып жасаған сияқты. Сол сияқты қазір міне біздің қырғызстандық, өзбекстандық, тәжікстандық бауырларымыз да, қазақстандықтар да шетелде жұмыс істеп ақша тапса, бұған құба құп. Бірақ осы жерде бір нәрсе бар. Қауіпсіздік мәселесіне өте қатаң болу керек. Себебі мен оңтүстік Кореяға барған біраз жігіттермен әңгімелескенімде, оларды сол анау химия өнеркәсібіндегі зиянды жұмыстарға қояды деген білемін. Себебі олар әдетте мынау Бангладештен, Индонезиядан, Филиппинден адамдар тартып жүреді. Сондай жұмысқа біздің орталық Азияның да, осы Қазақстанның да азаматтарын қояды дегенін естігенде, кейін мен ойладым, бұндай нәрсені мемлекеттік деңгейде қолдамау керек. Әрине, мынау мәселе Ресей, Европа елдеріне барып жұмыс істеу бұл жақсы, себебі ол жерде адам құқығы өте жақсы қорғалады. Жаңағы саған жалақы бермей қою деген нәрсе жоқ ол жерде. Онда екі мемлекеттік арасында келісімшарт бойынша жастар барып жұмыс істейтін болса, соған шұғылданатын ұйымдар бар. Олар бақылауда болу керек деп, бұны жақсы тәжірибеде дамытса болады. Сондықтан мен жоқ, шетелге шығып жұмыс істемеңдер, бәрін өзіміз істеңдер деп айта алмаймын. Егер сенің біліктілігің жоғары болып, бұл жердегі жалақыға көңілің толмайтын болса, әрине шетелге барып тапқан дұрыс. Енді мына бір экономист ретінде де, ер адам ретінде де бір сұрағым бар. Лудомания дей ма, лудомания ма, анау ойын автоматтарына ақша, кішкене ақша болса болды, ақшасын салып, көп ақшадан айырылып жататын ер азаматтар көп бізде, иә. Олар сонда ақшаның жоқтығы күйігімен соны жасай ма, әлде бұл ауру ма, қалай ойлайсыз? Бұл мәселеде де менен көп сұраған, сөйтіп бір психолог өте білікті қарындасымыз былай деген. 16 адамнан біреуі, қараңыздар, 16 адамнан біреуі осындай ойынға құмар болар екен. Сол экономикалық тұрғыдан айтқанда мен айтамын да, неге бұл осы жаңағы казинода ойнайды, басқа да жаңағы электронды компьютерде ойнайтындар бар ғой, лудоман дейміз, ойын ойнайтындар да, жаңағы не дейді, бір қолдық бандиттер бар. Соларға неге ойнайды десем, сол 16 адамнан біреу болса, 100 адамнан 4-еу ойнайды екен да. Сонда Қазақстанның мәселен бір 1 миллион адамнан 1600 адам бәрібір шығар екен да. Сондықтан ойын дүниесін Европалық мемлекеттер шектеген емес. Біз енді мынау сәл мұсылманшылықта енді қайтадан егемендікке шыққаннан кейін тек қана Бурабайда, кейін неде рұқсат бердік қой, Қапшағайда. Қазір енді соны басқа жерлерде де ашпақшымыз да. Бірақ айтып жатырмыз, тек қана шетелдіктер ойнасын деп. Себебі шетелдіктерде халық қой, олар да ойнағысы келеді. Мүмкін сондықтан оны шектеп, бұны жоқ қыла алмайды екенсің да. Егер де шектеп қойсаң, мен өзім Ташкентте енді біраз жаңағы завод директоры болып жүрген кезімде, менің жұмысшыларым түнде ақша ойнап жүрді. Өздері жалақы зор алады. Сол кезде де енді 86 жылдарда оншалықты бай емес қой. Солар қарасам жаңағы ақша қартада бияқта нан күйіп жатыр, олар болсам не қарамайсыңдар, технологтар шыңғырып жүреді. Сөйтсе ол жаңағы энергетик басқаларымыз ақша ойнап отыр екен. Сендер неге ойнайсыңдар? Қоймайсыңдар немесе ауруымыз дейді. Оны ойнамасақ болмайды дейді. Сондай адамдар бар болғаннан кейін оларға мүмкіндік жаратып қою керек, бірақ заңды түрде бір реттеу жолымен олардың да дейді қалауын орындауымыз керек. Мен Швейцарияда болдым оқуда, осы 2014 жылы. Әр қаласында казино бар. Бірақ оған кіріп ойнайтындар тек қана өзінің мүмкіндігімен ойнайды. Кішкентай автомат. Иә, ешкім оны айқай шу болып жатқан жоқ. Бәрі енді бір белгілі бір дәрежеге жеткен да. Кәпір жасы үлкен әйелдер ойнап жатыр. Олар да сол, неге енді оларды сұрамайсың ғой, неге? Олардың ақшасы бар, жаңағы табысы бар. Соның мәселен оннан бірін тіліп, ойнап, көңілдері жақсы болып келіп ұтып алып жүреді. Бізде соны жаңағы тез байып кетсем екен, осы анау ұтып алыпты ғой, мен де ұтып аламын деген мақсаттан барады. Оған бару керек емес. Ақша мақсат болған кезде негізі көп жағдайда жеңіледі, адам.
мен сізге мынаны айтқым келіп тұр. Біз енді ақша деп ақша қыла бермей, творчествомен, шығармашылықпен айналысып, ақша тапқан әлдеқайда ыңғайлы екенін түсіндік осы жаста, иә. Бірақ мен тағы бір сұрағым келіп тұрған, ең соңғы сұрағым болсын. Сіз үшін психолог дедіңіз, иә, сөзіңіз аузыңызда. Қазіргі таңда кванттық физика деп ойыңда, сен ойыңда жасайсың, бәрін алдымен содан өміріңде пайда болады деп көп үлкен магиялық нәрселерді айтып жүрген психологтар, нейропсихологтар, нейробиологтар, коучтар көбейіп кетті өте, иә. Мен өзім де психологияға қызығамын, бірақ ертең психологиямен айналысатын болсам, мен міндетті түрде диплом алып бірақ айналысамын, иә. Өзім ол саланы өзімде зерттеудемін. Мысалы сол саламен, то есть блогерлер де бұны істеп жүр, иә. Ақша табу қаншалықты дұрыс? Біздің Қазақстанда мысалы қазір оны заңды түрде психолог дипломы болмаса айналыспасын деген шектеу қойды, иә. Мен онымен келісемін, өйткені магиялық мышление пайда болады адамдарда, иә. Олар ойлайды, маған қаза, мен бүйтіп ойласам аспаннан топ ете түседі, бірақ әрекет жасамай сөйтіп өзі депрессияға кіріп кетуі мүмкін, иә. Сіз осыған не дейсіз? Бұл сала дұрыс па? Мен осыны енді мүмкін біздің көрермендерге ұнамайтын шығар. Лениннің бір шығармасы болған. Детский болезни левизны в империализме деген. Яғни империализм кезіндегі балалық аурулар деген. Мемлекет өсіп жатқан кезде кейбір кезеңде осындай жаңағы коуч дейсің ба, оқытушы дейсің ба, сондайлар көбейіп кетеді. Неге? Себебі олар да жаңағы естетті, мынау адамдарды жинапты да бір лекция оқыған екен, байып кетіпті, сөйтеді, мен де соны істесем неге болмайды дейді. Мен де қолымнан келеді ғой дейді да. Айтады, хабарландыру береді, айтады, ой, айналайындар, келіңдер, мен сендерге оқытамын, сендерді түсіндіремін. Кейін енді мынау медицина жағы енді адам дені сау болсын, бәрімізге Алла шипа берсін дейміз ғой. Осындай бір дәріні шығарамыз, осыны дәріні алсаңдар бәрін тарқатып кетесіңдер, тенши деген жаңағы сондайлар көп қой. Солармен ақша табылатын нәрсе біздің енді меніңше бір уақытша өтетін нәрсе да. Кейін осыдан бір мүмкін 5 жыл өте ме, 10 жыл өте ме, 15 жыл өте ме, бұл ақырын бәсеңсиді. Бүгінгі күнде ол біздің ауруымыз. Бірақ онымен қырып ақша тауып жүрген психолог, коуч дегендер бізде өте көбейді. Көп дейсің ба, аз дейсің ба? Енді мен оншалықты сене бермеймін, себебі көпшілігі банкрот болып жатады. Соған қызыққандар банкрот болып жатады да. Ол анау алдап жаңағы кейбір әртістердің атынан, белгілі адамдардың атынан реклама жасағандарды олар байып кетуі мүмкін да. Ал егер оған ақша салғандар банкрот болып жатыр. Сондай да. Енді бұл жерде жаңағы сол біздің қазіргі заңнамамыз бойынша құқық қорғау органдары оларды шектеп жатыр. Сен жаңағы дұрыс айтып жатсың. Лицензияң болу керек, мәселен бір денсаулық бойынша сөйлейтін болсаң, я болмасам оқытатын болсаң, сенің бір лицензияң, біліктілігің болу керек. Бекерден бекерге сен жаңағы хабарландыру беріп, ой келіңдер, мен сендердің ертең бәріңді миллионер қыламын дейтіндерге жол бермей жатыр да. Сондай нәрселер бар. Бірақ кейбіреулер жаңағы мен ойын 16-дан біреу ойнайдығысы келеді деп айтып жатырмын ғой. Меніңше психологияда олар да соны психологияны жетік біліп алғанда сол 16 адамнан біреуі бәрібір алданады. Неге мынау пирамидаларға ақша салады адамдар? Мен көп осыма шұғылдандым. Мынау дін өкілдерімен де сөйлестім. Халықты қайта тоқтату керек, бұл пирамида дегенді біліп тұрып ақша салады ғой. Біліп тұр, осыны мына пирамида екен дейді. Себебі бәріміз айтып жатырмыз. Егер де сен мынау банкке жылына 20% табатын болсаң, бұл өте жақсы. 100 мың салсаң, жылына 20 мың ғана қосылады. Айына жаңағы 1,5 мың ғана теңге қосылады. Оларға 3 айда 2 еселесін десе, сол ақшасын салады. Ал алдап отыр деп бәрі осының миына құйғаныңмен сенбейді де барып ақша салады. Сондай жаңағы не дейді, психологиясы сәл орнына келмейтін де сондай адамдарды жаңағы сен айтқандай коучтар байып кеткендер соны пайдаланып жатыр. Иә, енді қаншалықты күйзелісте жүрсеңіздер де коучтарға емес, кәдімгі мамандандырылған не деуші еді, дипломы бар, нақты
психологтарға баруды кеңес беремін. Және де мысалы мен де журналистпін, мен қазір нақты дипломым бар болғасын өзіме сенгендіктен мен мысалы ол туралы курс та бере аламын адамдарға, ол туралы адамдарды оқыта да аламын. Иә, мысалы мен осындай сенімді адамдарға баруға кеңес берер едім. Дипломы бар, опыты бар, мысалы ол өз опытына сүйенеді. Иә, ресми тіркелген, кем дегенде диплом бар специалист. Мен сені оқытамын, сен ертең байып кетесің дегенге сенбеу керек. Ол адамның өзінің мойнында. Мынау саудамен шұғылданатындар, бизнесвумен болатын дегендер, олар өзінің туысынан, өзінің тәжірибесінен келіп шығу керек та. Ой, мен бүгін еш нәрсе ақшам жоқ, әйтеуір айлығым зор жетті, ертең ананы оқысам байып кетемін деп, олар жай фантастика, қиял қажет. Иә, сондықтан да қияли мышлениядан шығып реалист болайық, иә, білімімізге сүйенейік, өзіміз бәрін пробовать етіп көрейік, иә, аға. Ендеше осы шығарылымды осы жерден бітірейік. Сізге көп рахмет. Бұл шығарылымнан көп нәрсе алдыңыздар деп ойлаймын. Каналға тіркеліңіздер, ағамызға сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар. Бұл канал өте пайдалы, сондықтан бізді қолдай жүріңіздер. Аға, келгеніңізге көп рахмет. Саламат болыңдар. Сау болыңыздар.